Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қадірлі ағайын. Бүгінгі күніміз берекелі күн болсын. Біз Баймұра айғырдың үйірін айдап алып бара жатырмыз. Баймұраның үйірінің GPS-нің батарея біткен екен, қызыл жанып тұр екен. Сол қазір апарып ашыққа қамап, ұстап, GPS-ін алып, ішіндегі батареяны, яғни батарейкасын айырбастап саламыз. Сол үшін Баймұраның үйірін айдап алып бара жатырмыз. Бүгін таңертең ертерек кеп Баймұраның үйірі жайылып жатқан жерге кеп сол батареяны айырбастайық деп шештік. Сөйтіп жылқыны айдап келе жатсақ, Баймұра айғыр өзінің үйірін айдатқысы келмейді. Міне машинаның алдынан бұлай өтіп, машинаны жүргізбей келе жатыр. Десе де апарып айырбастауымыз керек. GPS-тен қарап отыруымыз керек қой, қайда жатқанын, қай жерде жүргенін, қай маңда жайылып жүргенін, қайда кетіп бара жатқанын, барлығын қарап отыруымыз керек. Заман сондай. Қазір технологияның дамыған заманы. GPS деген жақсы болды. GPS арқылы қарап отырып, жылқының қайда жатқанын көріп, тура келесің. Әйтпесе бұлар төрт аяқты жануар. Бірде басқа жақта жүреді, келесіде екінші жақта жүреді. Сонымен біраз шапқылап уақытыңды аласың. Ал GPS болатын болса, уақытыңды да үнемдейсің, жылқының қайда жатқанын көріп, бензиніңді де үнемдейсің. Сөйтіп жылқыны жылдам тауып аласың, уақытың үнемді болады. Сол үшін GPS-ті қадақ қойғанбыз, мойындарына тағып қойғанбыз. Сол арқылы қарап отырып тура келеміз. Ал енді батарея отырып қалған екен, соны айырбастайық деп келе жатырмыз. Міне айғыр да бізді ұнатпай келе жатыр.